Ассалаумағалейкум, құрметті автосүйер қауым. Бүгін 26 мамыр. Автокөлік базарға келіп тұрған жайымыз бар. Автокөліктердің бағасын біліп қайдайық ендеше. Lexus RX 300 2001 жылғы объем 3 автомат 6 миллион 300 сұрап жатыр. Сыртқы кузовның жағдайы жақсы деп айтса болады. Toyota Camry 50 2014 жылғы 2.5 автомат 11 миллион 900 сұрапты. Сыртқы кузовның жағдайы жақсы десе болады. Ішін салон көре алмаймыз, есік жабық. Camry 75 2018 жылғы свежепригнанды жас қойыпты. 2.5 автомат 11 миллион 800 сұрап жатыр. Келісім бар дейді. Сыртқы кузовының жағдайы жақсы. Kia Carnival 2023 жылғы объем 2 турбо автомат коробкасы. Келісім бар. Сыртқы кузовының жағдайы жақсы. Ішкі салон қарап жүрейік. Ішкі салон әдемі. Кожадан қапталған. Мынандай дисплей. Ішінде бәрі бар екен. Артқы жағын қарап жүрейік. Есігін тарта саласың, өзі ашыла қалады автоматически. Мына батырмаларды қарасаңыздар. Артқы жағға жатады, бұрылады. USB порты бар екен. Мына жақта міне, не дейм? Подогрев сиденьесі. Артқы жағынан осындай көрініс. 7 орындық. Артынан қарағанда алдың жағындағы мынандай көрініс бар. Әдемі. Осылай жабыла қалады есігі. Hyundai Sonata 2014 жылғы автомат 2 объем 9 миллион 500 сұрап жатыр. Сыртқы кузовының жағдайы жақсы. Арт жағынан мынандай. Еш жерінде ұрылмаған, сарылмаған, тарық мырық жоқ.
Toyota Highlander 2017 жылғы 3/5 объемы. Автомат. 4 дөңгелегі тартады. Келісім бар, 19 миллион сұрап жатыр. Немесе басқа варианттар бар дейді. Сыртқы кузовының жағдайы жақсы. Арт жағынан мынандай. Сарылмаған, сызылмаған, ұрылмаған. Комментарийде жазып жатыр еді. Бумер түсіріңдерші, бумер деп. Сол жігітке міне бумер түсіріп жатырмын. Бумер 528 2012 жылғы 2 объем турбо 9 миллион 500 сұрап жатыр. Сыртқы жағдайы жақсы көліктің. Артқы жағынан мынандай. Ұрылмаған, сарылмаған. Ішкі салоны мынандай бумердің. Кожа бәрі. Опциялары көп. Арт жағы мынандай. Люк бар. Таза, бәрі жақсы. Volkswagen Passat. Бірде 5 айт бағасын. 1/5 сұрап жатсыз ба? 1/5 сұрап жатыр. Бәрі новый, жақсы дейді. Жағдайы. 91 жылғы механика 1/8 объем, 1/5 сұрап жатыр. Сыртқы кузовының жағдайы жақсы. Exit бізде 2022 жылғы 1/6 турбо 9 миллион 800 сұрап жатыр. Сыртқы кузовының жағдайы жақсы. Арт жағынан ұрылмаған, сырылмаған. Ішкі осындай салоны. Кожадан батырмалары көп екен. Дисплей, үлкен дисплей тұр. Мәне. Арт жағы мынандай. Таза. Панорамалық шатыр. Іші таза, бәрі жақсы. Жақсы, керемет. Suzuki Grand Vitara. Қазақтар міне бермейтін көлік бұл. 99 жылғы 2/5 объемы. Коробкасы автомат, 4 миллион 200 сұрап жатыр. Сыртқы кузовының жағдайы жақсы. Арт жағынан мынандай ұрылмаған, соғылмаған. Mercedes Luparik 2000 жылғы 2/8 автомат 4 миллион 100 сұрап жатыр. Сыртқы қаңқасының жағдайы жақсы. Арт жағы бұлай. Ұрылмаған, сарылмаған. Toyota Camry 10. 93 жылғы 2/2 механика 2 миллион 700 сұрап жатыр. Сыртқы кузовының жағдайы жақсы десе болады. Volkswagen Polo
2013 жылғы көліктің жағдайы жақсы дейді. 5 миллион 800 сұрап жатыр. То ли 5 миллион ба, в общем, сондай өзі. Сыртқы қаңқасының жағдайы жақсы. Сырылмаған, ұрылмаған, арт жағы бәрі ровно. Toyota Carina E, екі объем, автомат, 92 жылға. 3 миллион 300 сұрап жатыр. Сыртқы кузовының жағдайы жақсы. Мыжылмаған, сызырылмаған, ондай жаман қисық-мисығы жоқ. 3-4 күнде жаз кірейін деп тұр. Бірақ дала суық, салқын болып тұр. Мынандай бумер тұр екен, 520. Автомат 1 миллион 800 сұрап жатыр. Жылы жазылмаған. 91-92 жылғылар шығар. Сыртқы қаңқасының жағдайы орташа. $525 екен бумер. Volkswagen Passat B4 94 жылғы, 2 объем, механика, 2 миллион 400 сұрап жатыр. Сыртқы қаңқасының жағдайы орташа. Салоны осындай. Универсал. Үстінде міне люк бар екен. Жалпы таза, жақсы бәрі. О, рахмет бала. Аха, жақсы. Арт жағы осындай. Devo Nexia. Сыртқы кузовының жағдайы жақсы десе болады. 2012 жылғы родной краска деп жазып қойыпты. 2 миллион 200 сұрап жатыр. Механика. Но не бізде. ВАЗ Лада. 2012 жылғы 1 миллион 800 сұрап жатыр. Бұл механика ғой. Иә. Бәрін түсіріп келе жатырық қой, брат. Сыртқы жағдайы мынандай екен. Ұрылғаны бар. Приора. Тағы да бір приора тұр. Бағасы жоқ. Subaru Impreza 97 жылғы 52 автомат, 2 миллион 950 сұрап жатыр. Сыртқы кузовының жағдайы жақсы. Негізі жақсы сақталған екен. Мынау Subaru. Мынандай арқа жақтары шірік көп болушы еді бұл көліктерде.